тойға келген адамдар барлығы қашып кетеді менен. Сестрам қашып кетті екен деп па? Ұрсып қалдық. Менің страшно ит мінезіңмен сен тұра алмаймын деді ғой. Қой құрсып қаштым деді. Енем де қашты, сестрам да қашты, барлығы менен қашты. Қалжың айтамын. Сестрам, оказывается, той екен бүгін, сонымен тойға кеттім деп тойға кетті, бір күнге кетті. Ладно, бір күн болады дедім. Бүгін, короче, қазір тойға барамын, баламды көтеріп бара салам деп жатыр. Мен бір күннің жарасы жеңіл ғой. Енеммен де барлығы шүкір жақсы. Кеше енеммен сөйлесіп отырмыз, айтады, елдің бәрі енем қайда деп жазып жатыр, жыным ұстап жатыр, ұрсып қалдыңдар ма деп жазып жатыр ғой. Көрдің ба деп. Мен айтамын, көрдім, елдер не демейді, құрсын, көңіліңізге алмаңыз деп енемді успокаивать етіп отырмын ғой. Барлығы жақсы, сестраммен де, енеммен де тфай-тфай шүкір. Тіл табысу жағын қатырамын деп қойшы былай. Бір күшті хат оқып, қазір күшті болып тұрушы, вообще супер, бөліспесем болмайды деп отырмын сіздермен. Короче, ана күні мен сленбай бар ғой, арықтататын өнім, сол туралы салған болатым. Сол кезде мен бір оқырман жазады, Зухра ханым, мен осыны алам, если арықтап жатсам сізбен бөлсем деген ғой. Сол қыз бүгін жазып жүрген ғой маған, 78 килограммнан 61 килограмм болған ғой. Так рада за нее. Аздаған уақыт, где-то бір айдан аса сәл уақыт бұрын алған болатын. И осындай күшті результат, бүкіл суретін барлығы жаңағы. Знаете, на чем я экономлю? Жасылға мен киім керемет алып беремін. Футболка үстіндегі білесіздер ме? Менің футболкам. Көп ата-аналар киімге көңіл бөледі, телефонына көңіл бөледі, или там басқа заттарға көп көңіл бөледі. Витамин алып берудің орнына барады магазиннен шоколад алып береді, или там чипсы алып береді. Денсаулыққа вообще мүлде пайдасы жоқ. Наоборот, ауыртады сол. Кішкене ауырып қалса, сразу аптекаға жүгіреді да, антибиотик әпереді. Ол баланың иммунитетін түсіреді. Мен осыны көп ата-аналарға таңғаламын да, балаларымды жақсы көрем дейді да, и тәттіден алып береді. Магазиннен шоколад алып береді. Сонымен жақсы көргендерін білдіргісі келе ма, білмеймін да. Мен сізге түсіре бер деп отыр. Сестрам ұрсып отыр ешіна деп. Түсіріп алдым, короче. Мен Гүлерді айтем, келіп көмектесіп жатыр. Сол мен кеше айттым ғой, сестраммен ұрсып кетіп қалды деп. Негізі ұрыспағымыз. Гүлерді айтыңызшы. Менің мінезім негізі жақсы. Айтыңызшы. Пожалуйста, айтыңызшы, просто елдер ойлап отыр ана. Зухраның мінезі жаман болғаннан кейін бәрі қашып жатыр. Мынандай түрмен түсіріп жатсың. О, күшті болып тұрмыз, әдемі болып тұрмыз Гүлерде. Мен де жинаймын, ойламаңыздар, сестрасына жинатып қойып деп. Қазір мен де жинайын деп отырмын. Жоқ, мен просто тойға барып келдім кеше. Иә. Под дулом пистолет айтып жатыр. Сол үйді жинайық деп жатыр. Мына пылесосым күшті екен дейді. Сонымен мен, білесіздер ма, мен тағы да бір пылесос заказ бердім ғой. Мә, бұл енді новый. Ау? Ничего. Таунхаусымызға кететін пылесос. Қазір тестировать етейін деп жатырмын. Кеше ғана тапсырыс беріп алғызған болатын. Еще бүгін уборкаға арнайы жеңіл болсын деп паровой несіне дейін алдым, парачистительіне дейін алдым. Таунхауста бізде бұйырса бір емес екі пылесос болады, өйткені біреуін бірінші этажға, екіншісін екінші этажға қоймыз, соны табақты алып ары-бері көтеріп жүргіміз келмейді. Сол үшін екіншісін екінші этажға тоже новыйын алдым. Қазір көрсетем. Кайф қой мына пылесос, кайф. Емес екеу екен. И ішінде мынаны қараңыздар. Чөтіне жесткий ворсинкалар бар екен. Щеткасы да бар екен, ішін тазалап жуатын. Еще маған ұнағаны мына орыс тілде сөйлейді. Заряжаюсь. Самоочистка барлығы бар мынада. Мына парачиститель деген затпен бірінші қолданып тұрмын. Қатты ұнап жатыр. Бірінші қазір пармен, струямен полностью тазалап алдым. Ана труднодоступный жерлерін. Енді осымен просто намен сүртіп шыға салам деп отырмын. Қай сат екен ғой бұл оказывается. Ерасыл мобилограф болып жатыр. Терезелерім бір рахмет айтып жатыр маған. Пылесоспен әлі қолданып көрген жоқ. Я прям советую.